Сүйікті әйел болудың құпиясы. Еркек ашуын неге үйдегілерден алады? Ендеше соңына дейін тыңдаңыз. Көптеген әйелдер күйеуім отбасына қарағанда сырттағылармен жақсырақ сөйлеседі деп шағым жасайды. Еркек сырттан үйге өзін жақсы жағынан көрсетуден шаршап келеді. Үйде өзімен өзі болғысы келеді. Сондайда әйелі түсіністік танытып, оны қалай бар солай қабылдау керек. Түсіністіктің болмауы. Бірінші, көңіл бөлмеушілік. Көптеген әйелдер күйеулерінің жұмыста көп уақыт өткізетін, отбасына көңіл бөлмейтіндігін айтады. Өзара келісім болып, әйелінің көбірек ақша талап ету болуы мүмкін. Үй шаруасы. Тағы бір әйелдер күйеулерінің үй шаруасына қол тигізбейтінін айтады. Бұл тақырыпты алдағы бөлімде талқылайтын боламыз. Күйеуді жұмыстан қарсы алу. Бір әйелдер күйеуі есіктен кірер-кірместен барлық проблеманы айта бастайды. Бұл дұрыс емес. Қаржы салу. Күйеуі жаңа бизнеске немесе басқа бір іске қаржы салғысы келгенін білген әйелдер ипотеканы төлеп біткеніміз жаңа, ол неге керек деп жатады. Солай күйеуінің алыс болашақты ойлап жатқанын түсінбейді да. Әйел күйеуінің алдында асуы тиіс үлкен белестердің барын, еркектер әлемінде өз орнын іздеп жүргенін түсінуі қажет. Күйеуіңіз жұмыстан келгенде мына жағдайларды жасаңыз. Келесі видеода.